Оңтүстіктің мақтанышы болған ақ мақтаны халық ақ алтын деп те атайды. Мақтаарал ауданында көптеп өсірілетін мақта дақылы бүгінде Түркістан облысының брендіне айналған. Мақта дақылынан талшық, тұқым, талшықтан мақта немесе жіп, сабын мен мақта майы сынды түрлі өнімдер алынады. Өңіріміздегі Жетісай ауданы бүгінгі таңда қауынның отанына айналған. Жетісай және Мақтаарал аудандарының ауа райы бақша дақылын өсіруге өте қолайлы. Бақша дақылдарын жинаудан жыл сайын рекордтық көрсеткішке қол жеткізетін. Жетісай мен Мақтаарал аудандарында 19.500 гектарға қауын егіледі. Бұл қауындар елімізден бөлек Ресей, Беларусь Республикасы, Латвия, Германия сынды шетелдерге экспортталады. Ыстыққа төзімді, жарықсүйгіш, шөлге шыдамды қауынның құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер өте көп. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары да бар. Бұл Түркістан өлкесі.